Армысыздар қымбатты оқырмандарым, көрермендерім, қайырлы күн. Арнамыздың бас демеушісі Бэрри Фаулер Америкалық классикалық коучинг академиясының Қазақстан, Орталық Азия, Түркия мен Біріккен Араб Әмірліктеріндегі ресми уәкілдігі. Бұл коучинг академиясының жетекшісі менің өте жақын досым Светлана Махат. Светлана, көп рахмет өзіңе. Менің бастамамды осылай қолдап жүргеніңе көптен көп алғыс айтамын. My Prime Time арнасында жаңа қонақ Назгүл Қожабек. Рахмет апай, сәлеметсіз бе? Өте қуаныштымын. Сізбен осылай отырғаныма мен де бақыттымын. Иә, көптен көп біз уақыт өтті, жоспарладық. Назгүл қай тақырып алсақ екен деп. Бүгінгі тақырып күйеуі жоқ әйел бақытсыз ба? Не то что бақытсыз, сормаңдай. Ажырасқан әйелдің бәрі жүргіш болып кетеді дейді олар. Мен әйел болу деген қандай екенін білмей тұрмысқа шықтым. Қандай басың сыйламаған жерде қалсаң, шіріген жұмыртқасын деп әкем айғайлады. Кім боласың деп өзіме сұрақ қойып едім, екі-ақ жол көрдім. Не псих, не алқаш. Әлі күнге дейін біз төрт құбыласы түгел адамдармен қатар тең дәрежеде адам болу құқығына де юре емес, де факто қол жеткізе алмай келе жатыр. Расында да бай жоқ әйел бақытсыз ба? Жұрт солай дейді. Не то что бақытсыз, сормаңдай, байғұс, сорлы, басын көтеріп жүруге қақысы жоқ, абыройсыз. Одан кейін енді айтпай-ақ қоятын, бірақ айтпаса болмайтын тағы нәрсе, ол әйелдің етегімен алысады жұрттың бәрі. Жақыннан бастап қоғамға дейін. Түптеп келгенде ол әйелге мынандай мысалы мемлекеттік қызметте немесе мынандай бір өсетін жерлерде оның отбасы мәртебесі ол өзіне таяқ болып тиеді. Әсіресе мақұл ол бай жоқ деген екі түрі бар ғой, мүлде әлі байға тимеген және байдан шыққан деген. Отырып қалған. Иә, отырып қалғандардың жарасы жеңіл, ол қыздардың әлі жолыққан жоқ тағдырына тесік моншақ сөйтіп те айта салады. Ал енді байдан шыққан деген атақ әлі жаман. 21 ғасырда отырмыз ғой, 21 ғасырында 25 жылын өткізіп тастадық. Былай қарасаң, озық елдерге қарап ой түзеп жүрген технологиямызда анау-мынауымыз бәрі дамыған, зайырлы мемлекетпіз, бірақ әлі күнге дейін біз қоғамнан теперіш көрмесек те, бірақ әлі күнге дейін біз төрт құбыласы түгел адамдармен қатар тең дәрежеде адам болу құқығына де юре емес, де факто қол жеткізе алмай келе жатырмыз. Бар, біреу болмаса біреу айтып қалады. Мысалы осы былтыр өте жақсы сыйлайтын бір әріптесімнің жазбасын оқыдым. Сұлу әйел ол бақытты әйел дейді. Ал бақытты әйел ол құдайдай сыйынатын күйеуі бар әйел дейді. Енді содан мен тиістім. Енді кез келген утверждениенің есть обратное утверждение. Күйеуі бар әйел бақытты әйел болса, демек күйеуі жоқ әйел бақытсыз әйел ма сонда деп қалжыңдап сұрақ қойдым, комментарий жазып. Сол кезде ол келіншектің айтқан, енді мен осы жазбаны жариялар алдында біреудің көңіліне тием-ау деп қатты ойландым деді. Тиіп кетеді-ау біреуге деп ойландым. Осы жерде мысалы қаншама замандасым бар ғой деп, бірақ сонда да шырылдатып шындықты айтқанды жөн көрдім деді. Көңіліңізге тиіп кетсе кешіріңіз деп қойды. Өткенде көңілге де қарамай парламентте Ардақ Назаров жалғызбасты ажырасқандар осы отбасы институтының іргетасының шытынап жатқанына, күлпаршасы шығып жатқанына солар кінәлі, сондықтан оларға салық салу керек деген депутаттық сауал жолдады. Мен де пост жаздым оған байланысты. Ол өзінің депутаттық сауалында өте адам шошырлық статистиканы алға тартты. 400 мың жалғызбасты ана бар екен, 60 мыңға жуық жалғызбасты әке бар екен. Енді әрқайсының тағдыры әртүрлі ғой, сол мыңдаған адамның. 400 мың деген аз цифр емес. Иә. Әрбір оқиғаны егер сараптайтын болсам, қай жақ кінәлі деп басын қатады. Ал енді оған салық салу деген мүлдем енді менің ойымша ақылға сыймайтын дүние. Ардақ Назаровқа өзің де пост жаздың ау деймін. Мен де пост жаздым. Мен дәл осы нәрсені жаздым. Жаңа 400 мың жалғызбасты ана бар. Енді қазір жалғызбасты ана демейді, негізгі ресми стилистикада, ресми тілде соло аналар, соло әкелер, соло отбасы деп қолданғанды жөн көреді. Дүние жүзінде, яғни екі ата-анасының біреуі ғана
отбасын қарап отырған, бала шағасын қарап отырған отбасы деп. Былай қарағанда, соның алдында енді мен екі депутаттардың бірінен кейін бірі шыққан мәлімдемелерін қалжыңға балап тоғыстырып айттым. Өйткені оған дейін Ермұрат ағамыз, Ермұрат Бапи, сол кісінің де бір депутаттық мынандай сауал ма, ол қалай ұсыныс па, сондайда бір айтылып қалды, отағасының мәртебесі туралы заң қабылдану керек деп. Енді отағасы деген, қазақ тілінде отағасы дегенмен, ол енді бізде заң орысша да шығады ғой. Орысша шыққанда ол глава семьи болады. Әйел адам қазақ тілінде, қазақшада әйел адам отағасы атана алмағанымен, бірақ глава семьи атаналады. Өйткені мен глава семьи, осы мен мысалы қаншама төңірегімдегі көріп жүрген мысалы құрбыларым, замандастарым, бала шағасын жалғыз жеткізіп отырған бәріміз глава семьямыз, отымыздың, семьямыздың басшысы біз. Өйткені ең қарапайым, мен балаларыма бүгінгі нан алатын ақшаны мен берем ба? Ең қарапайым мысалды емес, тұрмыстағы өмірдегі ең кішкентай әрекетім, мен балаларыма нан алуға ақша берем ба? Және олардың ертеңгі күні қайда оқиды? Қандай мамандық, болашағы қандай болады деген нәрселердің бәріне менің ғана басым қатады. Сіздің ғана басыңыз қатады, немесе менің астынадағы құрбыларымның басы қатады, осы жақтағы құрбыларым басы қатады. Біз глава семьи емегенде кімбіз? Мен балаларым қайда тұрады? Мысалы, мен 7 жыл балаларымды жетектеп пәтер жағалап жүрдім. Ол менің ғана проблемам болды. Қай жерде шаруасы жоқ? Аман есен, Құдайға шүкір. Басқа отбасы бар, 3 баласы бар. Алимент алдық, соттасып жүріп алдық, бірақ оның өзін кестіріп тастады, жартысын кестіріп тастады. Ал енді сол мәселелердің бәрін мен шешіп отырып, оған тек қана менің басым қатып отырып, оған жететін ақшаны мен ғана тауып отырып, ол балалардың денсаулығы, ертеңгі келешегі, олардың адамгершілігі, тәрбиесі, мінезі, жұртпен қарым-қатынасы, төңірегімен байланысы, олардың білімі деген нәрсенің бәріне мен ғана бас қатырып отырып, мен қалай глава семьи емеспін? Мен дегенім жалғыз мен де сол. Сен жалғыз қалма, мен осы жерде отырған, мен де глава семьи. Мен деп айтқанда бүкіл 400 мың әйелдің әрқайсысы осылай айтты. Мақұл, арасында мынандай бұрынғы күйеуімен жақсы қарым-қатынас сақталған, екі жақтап балаларын бағып отырған әйелдер бар. Ол енді бір қатты сирек, ойбай сирек демегеннің өзінде, бірақ норма емес. Көбіне бізде ер адамдар не нәрсе екенін білмеймін, кетті ма, кетті, болды, бала шағасында шаруасы жоқ. Көбінесе солай. Көбінесе. Тіпті анда-санда бір кездесіп нетіп тұрғанымен, бірақ балаларының ертеңгі болашағын аса қатты бас қатыра қоймайды. Одан олар екінші рет үйленеді. Екінші рет үйленген соң ол жақта тағы басқа әйел болады. Ол әйелдің өзінің мүддесі бар. Ешбір әйел күйеуінің бұрынғы әйелінде қалған балаларының болашағына, оның қазіргі күйіне, оның келешектегі біліміне бас қатырмайды, оған отбасының бюджетінен оған бөліп ақша беруге олар мүдделі емес. Күйеуінің уақытын мына үйіндегі өз қазіргі отбасынан асырмауға тырысады. Демек болды, мына жақтағылар ақырындап қалды, өзімен өзі қалды. Қалғаннан кейін оның бүкіл жауапкершілігі әйелдің мойнына түседі. Мен қателеспесем 3 балаң бар, 3. Өсті 3 балам, үлкен. Жолдасың, енді кешір, осы тақырыпты қозғағаннан кейін сұрауға тура келеді. Неге кетіп қалды? Неге ажырасып кеттіңіздер? Әйел алам деді. Мен үстіме әйел алам деді. Ғашық болып қалдым деді. Сұмдық махаббат, мен онсыз өлем деді. 3 бала бар. 3 бала, мен жаңа босанып келгем. 3-ші бала жаңа босанып келгем. Содан 40-нан шыққанға дейін үндемей жүріп, бала 40-нан шығып, кісі аяғы басылғаннан кейін осы әңгіме басталды. Содан бір 2 аптадай ма қырғын берекеміз кетіп, ию-ғию болып жүрдік те, 2 аптадан кейін мен бала шағам жиналып кетіп қалдым. Бір аптадай өзімді сол ойға көндіріп көрдім. Мақұл, жарайды. Біржан салда бар ғой, иттің итақай алып жатқанда менің күйеуім неге алмайды деген сияқты. Енді алсалар, көрерміз, бір өмір болғаннан кейін болады ғой деп. Тіпті әке-шешемнің күнде звондайды әке-шешем. Қашан кетесің, алып кетеміз, қашан кетесің, алып кетеміз деп.
жоқ мен қалам деймін. Олар ашуланып телефон тастай салады. Тіпті әкем өлігіме келмеді еді. Мен сен екеудің біреуі болсын деп өсірген жоқпын деп. Андағы басыңды сыйламаған жерде қалсаң шіріген жұмыртқасын деп әкем айғайлады. Сонда да қайда барам деймін, 3 бала. Үйде отырмын, өзім 5 жыл болды үйде отырғаныма, бірінен соң бірі 3 бала. Қайда барам, жылаймын, түнімен жылаймын, күнімен жылаймын. Сөйтіп жүргенде бір күні сақ етіп көзім ашылғандай болды ма, ал қалдым дедім өзіме. Мақұл қалдым. Ары қарай өмір болады. 2 отбасы жарайды. Сен ары қарай өмірің қандай, сен кім боласың деп өзіме сұрақ қойып едім. 2 жол көрдім. Не псих, не алқаш. Мен басқа жол көрген жоқпын да нәрсен. Жиналып алдым да кетіп қалдым. Бала шағам жиналып. Болды. Содан ары қарай міне отағасымын. Ата-анаңа бардың? Алдымен әке-шешем қолына бардым. Кішкене қыстың көзі, желтоқсанның ортасы болатын. Қыстың көзі, балам кішкентай, 40-нан жаңа шыққан. Бір 2 айдай ма әке-шешемнің, 2 айдай емес, бір жарты жылдай жүрдік. Әке-шешем қолында жүрдім. Біресе сіңілім үйіне барып тұрам. Одан кейін өз алдымызға пәтер алып, сөйтіп шықтық. 6 жылдай ма пәтер алып жүрдік. Одан кейін мемлекеттік бағдарламамен үй алдым. Іздеп барған жоқ бартыңнан? 3 баламен кеттің ғой? 3 баламен кеттім. Мен іздейтіндей болған жоқ қой. Іздейтіндей болған жоқ. 1-2 рет хабарласты. Сот алдында кездестік 2 рет. Сотқа кім берді арызды? Біріншісінде мен бердім. Жоқ, екеуінде де өзі берді айтпақшы. Екеуінде де өзі берді, иә. Мен алиментке берген екен ғой, екеуінде де өзі берді. Екеуінде де, бірақ біреуінде мен сіресіп отырып алдым, ажыраспаймын деп. Ана бала 1 жасқа толғанша ма, 2 жас, бір не бар екен заңда. Жаңағы 1 жасқа толмаған баласы бар әйел ажыраспаймын десе ажырастырмайды екен. Ал қайтесің дедім де, мен бірінші ретінде ажыраспай қойдым. Заң күшіне сүйеніп? Иә, заң күшіне сүйеніп. Содан кейін екіншісінде қарайлайтындай ештеңе жоқ. Ол кезде мен де әбден суығам. Сот алдына бардық, судья кішкене 3 балаң бар ғой, екеуің жынсыңдар ма дегендей айтып көрді. Екеуміз де болды дегеннен кейін судья жарайды ендеше деп ажырастырып жіберді. 15 жыл болыпты соғанда. Содан бері қандай адам болды Назгүл? Мен қатты өзгердім. Мен шыны керек қой, мен тұрмысқа шыққанда көп жағынан осы қыздарға бәлкім ақыл бола ма, мысал бола ма, мен әйел болу деген қандай екенін білмей тұрмысқа шықтым. Оқу қуып жүрген, сабақтан басқа ештеңе білмейтін, әйел болғанды қойып, мен жұртпен араласуды білмейтінмін. Өзім сол отбасым 21-де, жап-жақсы епересек адамым, бірақ сол оқу, шаг влево, шаг вправо, расстрел дейді ғой, үйден шығармайды, сағат 7-де кітапхана жабылады, сен 7:30-да үйде отыруың керек, ары-бері жүріп тұру деген ештеңе жоқ, адаммен араласу жағынан кішкене көп шектеу болып, сондай өмір көрмеген адам едім. Қандай болатынын, ал бірақ енді көргенсіз дейін десең, шешем 20 жылдан аса уақыт, мысалы, әжемді бақты. 20 жылдай кәдімгі кемпірдің қолында келін болды, бүкіл келім кетім, бүкіл кісі, бүкіл үлкен бір әулеттің қара шаңырағының үлкен келіні мен шешем. Қазақшылықтың ортасынан шыққан адамым, бірақ іс жүзіне келгенде мен білмейді екем қалай болатынын. Сөйтіп бір енді үйреніп, кейбір жағынан сөйтіп жүрген кезде әлі бір мына жағын бір жөндеу керек еді өміріміздің, мына жағын сөйту керек еді деп жүрген кезде батыс төбемнен жай түскендей осындай деп. Сондықтан махаббат, анау-мынау деген нәрсе жақсы екен, бірақ адам сақадай сай болып, дайын өмірім қандай болады ары қарай, мен осы адаммен қол ұстасып қандай өмір сүргім келеді деп біліп бармаса, жай ғана сүйдім күйдім деп тез салған болмайтын әңгіме екен. Жалпы мына адамды білу деген сөз, ол өмір бақи адам зерттейсің ғой. Өмір бақи. Тіпті 20-30 жыл бірге сүрген адамыңның бір күні басқа жүзін көрген кезде аспан айналып жерге түседі, төңкеріліп кетеді дүниең. Адамды тану деген ол мүмкін емес дүние сияқты. Қанша жүрсең де. Біз
қай жағдайда да біз адамның адамгершілігіне сенеміз ғой, адам деген сөзіне сенеміз, жауапкершілігі болады деп сенеміз, бірақ кей жағдайда ол болмай қалады екен де. 9 ай 9 күн толғатып балаңды дүниеге келтіріп жатқан кезде, балаңды аяғың ауыр кезде бірдеңе әйел бірдеңе жегісі келеді, еркелегісі келеді. Сондай кезеңде де жымын білдірген жоқ па? Жоқ, ондай мен ештеңе сезген жоқпын. Болды енді, бір-екі жағдай болды. Сол кезде кейін қарап отырсам, мына қазір ана red flag деген нәрселерді айтып жүреді ғой, мына қарым-қатынас қарастыратын психологтардың, мысалы, мынандай нәрсеге мән беру керек, мынандай нәрсеге мән беру керек дегенде, сонда кейін өзім мен өмірімнің біраз жылы сол мысалы мен некеде 6 жыл келіншек болдым ба, кейін ажырасқаннан кейінгі менің бір 6-7 жылым сол 6-7 жылды саралауға кетті. Зерттеуге. Қалай? Қай жерде мен нені дұрыс істемедім? Дұрыс істемеген жерім көп, оның бәрін мойындайсың. Бірақ біз не нәрсеге сенеміз, екі адам бірге тұрып жатқаннан кейін, екі адам келешегіміз бір деп ойлағаннан кейін бір-бірінің кемшілігін, қатесін жөндеуге көмектеседі деп сенеміз ғой. Бірақ көп жағдайда біз сол көзіміз байлаулы болады екен да, кез келген бір нәрсе бір бұзылайын деп тұрған, сынайын деп тұрған, шытынап тұрған нәрсеге қарамасаң ол ақырында қирап сынып бітеді ғой, сондай дүние екен. Және біздегі мынау ең алғашқы сұрақ, мен неден қателестім? Мен. Өзіңнен іздейсің. Бәрі мен неден қателестім, мен нені дұрыс істемедім, менің осы жердегі менің жазығым, менің айыбым, менің жейсің өзіңді кеп, одан кейін жейсің. Одан кейін біреу болмаса біреу, күнде болмаса да, бірақ бір рет болса да төңірегіңдегі біреу айтып қалады. Енді дейді. Енді ие болмаған соң, енді сен сондай болған соң, енді одан бетер жейсің. Одан бетер бүкіл анау ешқашан жұрттың бәрі бүйтіп ойлайды, әйелдердің бәрі ажырасуға құштар деп ойлайды. Ажырасуға құмар, тезірек осы жерден кетсем деп ойлайды. Жоқ, ажырасқаннан кейінгі өмір ол не сахар дейді ғой. Түкте оның ешқандай да қызығы да, қуанышы да, ол бірде тәттілігі жоқ. Ең алдымен ары қарай қалай өмір сүремін. Жалпы әйелге ажырасуға шешім қабылдау ол енді өте шектен шыққан кезде, мүлдем шыдауға келмейтін кезде, енді мына нәрсені мен басымнан асыра алмаймын деген кезде ғана шешім қабылдайды әйел. Әйтпесе әйелге шынтуайтында ажырасқаннан пайдатын түк те пайдасы жоқ. Түк те пайдасы жоқ. Ол қоғамның ажырасқан әйелдеуі былай тұрсын, ол материалдық жағынан да қағылады, ол рухани жағынан да қағылады, ол қоғамның көзқарасы жағынан да қағылады, көп нәрседен. Бар жағынан. Бар жағынан. Өйткені көбінесе мысалы 2 баласы, 3 баласы бар келіншек ажырасқанда, ол ана 2 бала, 3 баланы аяқтандырғанға дейінгі оның 5-6 жылы, 6-7 жылы болуы мүмкін. Стаж жоқ. Карьерасы жоқ. Көп жағдайда ол әйел үйінде отырып қалады. Тіпті тұрмысқа шыққанға дейін жұмыс істеп жүрген адам болса да, ол ана 5-6 жылдың ішінде бүкіл қарым-қатынас, мына бұрынғы әріптестері, ортасы, кәсіби ортасы, қатынасы үзіліп қалады. Ажырасқаннан кейін әйел деген далада қалады. Шын мәнінде өте сирек қой бізде бүкіл мына үй жайын әйеліне бала шағасына тастап өзі чемоданын көтеріп кетіпті деген өте бір сирек кездесетін жағдай. Көбінесе үйді бөліседі, сөйтеді, бүйтеді. Енді бір аса бір дәулетті адамдар болмаса барар жері бар. Бірақ көбінесе әйел далада қалады. Енді далада қалды. 2 баласы 2 етегінен ұстап, біреу көтеріп жүр, аяғы шықпаған баласы, қайда барады, не істейді? Төркіні кіргізсе жақсы. Біреу ол бар ғой, ол да бір тағдырдың үлкен сыйы. Төркінің сені қабылдаған. Өйткені ішіме сыйған бала сыртыма сыяды дегеннің өзін қазір үлкен кісілердің бетіне басып жатыр қоғам. Мысалы, сендер, шешелер, ішіме сыйған бала сыртыма да сыяды деп қыздарыңды ажыратып алуға дайын отырасыңдар, азғырасыңдар сөйтіп. Олардың айтуынша әйел қайда барарын білмей, барар жері болмағандықтан болса да, сол жерде отыру керек. Мен осы жерден Назгүл көрермендерге де айтып кеткім келеді. Екеуміздің әңгімемізді былай деп те түсінуге болады. Мына әйелдер
ажырасқан әйелдердің қоғамдағы статусын көтеріп, осылайша ажырасқан жақсы екен, абыройын арттырып, осылайша ажырасқан жақсы екен дегенді айтқысы келіп отыр. Мүлдем олай емес, қымбатты көрермен. Мен жаңа айтып отырмын ғой, қоғамның айғайлап тұрған статистикасын біз жоққа шығара алмаймыз. Бұл арамызда бар факт. Алдарыңызда сондай 2 әйел отыр. Ал егер ол дәл сондай факт болса, біз оны талқылауымыз керек. Біз неге солай? Ал бар болатын болса, ол қоғамдағы орны қандай? Ол тек қана осылай енді сенің барар жерің, басар тауың жоқ, сенің мәртебең осындай деп жер шұқып отыратын мәртебе ғана тиесілі ма сондай әйелдерге? Әлде олар қоғамның тең правалы мүшелері ме? Бала тәрбиелеп отырған кәдімгі, тең правалы мүшесіміз біз қоғамның. Өйткені жаңағы отағасы дегеннен шығады, біз әке де шеше де болып отырмыз балаларымызға. Сондықтан мен кейде мысалға толыққанды отбасы деген сұраққа жауап іздеймін. Мен де. Толыққанды отбасы. Сосын әкенің мәртебесі дегенге жауап іздеймін. Әкенің мәртебесі дегенге жауап іздеймін. Толыққанды отбасы, мерейлі отбасы деген байқауды көрген кезде мен енді кейде сахнаның сыртында болып жатқан сол байқаудың аясындағы дүниелерді еміс-еміс естіп қалам. Сахнада керемет бір-бірімен осы жарасып тұрған отбасы болғанменен сахнаға шыққаннан кейін сахнаға дейін болған арасындағы оқиғаларды редакторлар көріп жүреді. Сонда мерейлі отбасы деген сөзге толыққанды сай келмейтін, бірақ сырты бүтін отбасылар барып қатысып жатады. Сол жақсы ма? Әлде шынымен ұйып отырған отбасы? Шіркін, шынымен ұйып отырған отбасы болса, бәрі келісім, бәрі береке, тып-тыныш, келешекке деген көзқарасы бірдей, жоспары бір, арманы бір, мақсаты бір, бір-бірін қолдай алатын, бір-біріне жанашыр бола алатын сондай отбасы болса, оған жетер жоқ қой, шындағанда. Бәрінің арманы, кез келген адамның арманы. Шіркін дейтін нәрсе, бірақ біз көбінесе көретініміз ырың-жырың, әйтеуір және шыда, ертең осы балаларыңның қызығын көресің, шыда, ертең осы балаларыңнан туған немерелердің ортасында ақжаулықты әже болып отырасың, шыда. Көретініміз сол көп жағдайда. Енді қазір жаңа айтып отырсың, 21 жасымда мен оңды солымды әлі танымаған екенмін деп. Уақыт өтті, балаларың да есейіп қалды. Сол жасаған қадамың дұрыс па, әлде шыдау керек пе еді, Назгүл? Мені Құдай қақты. Мені Құдай дейін ба, аруақ дейін ба, періштем дейін ба, мені дәл уақытында сол жерден суырып алып кетті бір күш. Мен оны кейін түсіндім, әбден көзім жасы құрғап, оң солымды танып, кішкене жан-жағыма қарап, енді ары қарай қалай өмір сүрем, не істеймін деген еңсемді көтере бастаған кезде мен бір күні солай сап ете қалды. Мені сол жерден бір күш, не күш болса да мені сол жерден суырып алып кетті. Оның үстіне бір қызықты байқадым да, өзім содан сол қызықты өзім мойындадым. Мен ажырасқанда, мен сол кенже ұлым 40-нан жаңа шыққан. Және осы іркес-тіркес бірінің артынан бірі 3 бала дүниеге келді. Ай-шайға қаратпай, ешқандай мен әр бала көтерген сайын шешем жылайтын, неменеге оқыдың, бала басты болып үйде отыратын болдың ғой, неменеге оқыдың деп. Соған қарағанда, былай ойлаймын да, мен осы 3 баланың дүниеге келуі, дәл менен осы 3-еуі тууы, дәл сол 2 адамнан осы 3-еуі дүниеге келуге тиіс болғанда, бізді сол дедектетіп апарып қосқан, мүлде 2 әлемнің, 2 дүние танымның, 2 ортаның адамы бір-бірімізге қазір қарап отырсамыз, жалпы қалай табысқанбыз деп ойлаймын. Мүлде тәрбиеміз, мүлде неміз, екеуміздің ұстанымдарымыз бәрі. Бірақ екеуміз дедектетіп апарып махаббат қылды, бірге тұрдық. 3-ші бала 40-нан шыққанда екеумізді 2 жаққа лақтырып жіберді. Міне содан бері 15 жылдай болды ма, көріскен де жоқпыз. Жат адамбыз, бөтен адамбыз. Балалармен де кездеспейді. Іздемейді. Сонда Алла тағаланың жоспарында осы 3 баланың дүниеге келуі жазылып тұрған. Енді өзімді бұл бір жұбату ма, алдау ма, немесе көндігу ма, бір кез келген ат қоюға болады, осы менің осы ойыма. Бірақ өзім осы ойға бекіп,
демек Алланың жоспарында солай болды деп қабылдадым. Қанша жыл өтті одан бері? 15 жыл болды ма? 15 жыл өтті. Арасында мүмкін тағы да біреумен тағдыр қосса, жалғыз болмағаным дұрыс еді ау деген ой болған жоқ па? Келеді ондай ой, кетеді. Өйткені қанша дегенмен өте қиын ғой. Қиын. 3 бала, арасында бір қыз бар, 2 ұл бір қыз, қыз бала болғаннан кейін өте қиын ол. Ондайға оны ойлап, және соған кәдімгідей бел буып, сол қадамға дайын болудың өзі қиын. Сен кеткен кезде ана кішкентай жүргектегі баланы жақсы әлділеп анаң көмектескен шығар. Қойнына салып жүріп өсірді ғой. Иә. Ал кейін өзің бөлек шықтың, мемлекеттік бағдарламамен үй алдың, Құдайға шүкір. Бірақ балалар бәрібір жас қой, әлі жас. Қалай өмір сүрдің? Сол қайтып нәпақа таптың, қайтып Назгүл Қожабек болдың сөйтіп жүріп. Тіл үшін күрескер болып, өзіңнің арнаңды ашып, кітап аударып, ана баламен отырып, жөргекке жаздым өлеңді демекші біздің ақын қыздарымыз жазбақшы. Сіз де сол ғой, сол әке-шешем мен бауырларымның арқасында. Мектепке 1 жылдан кейін үлкен ұл мектепке барды. Үлкен ұл менің қасымда, екеуі нағашыларының қолында. 2 жылдан кейін қыз мектепке барды, екеуі менің қасымда, кенже ұл нағашыларының қолында. Ол 7-ге толғанда мектепке барды, енді 3-еуі де өз қолыма. Сол 7 жыл дегенде балаларым түгел қасыма жинап алдым. Мектепке апарам, қайтамыз, жұмысымды соған ыңғайлауға тырысам. Арасында үлкен мемлекеттік жобаға кіріп кетіп, кішкене қиналып қалдық, өйткені бала 1-ші класста, мен 16-18 сағаттан жұмыстамын. Шопыр жалдап қойғанбыз, ал әйтеуір үйге апарып тастайды. Әйтеуір сондайдың бәрінен өттік. Кей жағдайда бір балалармен алыстап кеткендей де кездер болған, бірақ қайттан мындай серьезный дейді, серьезный жұмыс істеп жүріп, балаларымнан алшақтап бара жатқаным сезсем, жұмыстан шығып кетем, үйде отырамын. Көбінесе сөйтіп, пандемия жақындастырды кейімізді, ұйыстырды. Тіл табыса алмай бара жатқан жерімізден пандемия ұйыстырды. Бұлардың мына жас өспірім кезі бар, әлі бітіп болған жоқ. Мен күлем ғой, мен үлкен ұлдың жас өспірім кезі басталғанда мен 35-те болғам. Енді одан ұлдікі қыздікіне ұласты, қыздікі кенже ұлдікіне ұласты. Сол сөйтіп, мысалы, 10 жылымыз сондайға кетеді. Иә, бұл жағынан жаңағы әкенің мәртебесі деп жатқандардікі бұл жағынан мүмкін дұрыс та шығар, өйткені баланың мінезін екі жақтап көтерген оңайырақ. Әрине. Екі жақтап, мысалы, біреуін ата-анасының біреуіне бой бермей бара жатса, біреуінің авторитетіне жүгініп деген сияқты, әкең айтам деген сияқты, немесе шешең рұқсат бермесе бармайсың дегендей нәрселерде екі жақтап ықпал еткен оңайырақ. Сен жалғыз боласың. Иә. Түсінбейді, балаң түсінбейді, сен түсінбейсің, бұл неге мен ұқпайды деп сен жылайсың, анау мен ұқпайды деп ол жылайды. Неше түрлі жағдайдан өтесің. Балалар іздеген кезі болды ма әкесін? Бастапқыда іздеді, қатты бір жылаған жоқ, бірақ кейін бір 3 жылдан кейін ба, қызым өзінен өзі өтіп, 6-дан асқанда ма, өзінен өзі бүйтіп ойнап отырды. Мама дейді, ау десем, мама мен әкемді 3 жаңа жылда, 3 туған күнімде күттім деді. Келген жоқ қой, енді келмей ақ қойсыншы деді. Келген жоқ, сол күйі. Ана шақалақ ше? Ол шақалақ көрген жоқ. Көрген жоқ, көрген емес па? Көрмеген. Өзі қазір нешеде? Балама 15-ге келді. 15-ге келді, кішкентайың. Иә, 14-тен асты. Қазір сұрамай ма? Менің әкем кім? Жоқ, қазір сұрамайды. Бұлай білет, бәрін 1-2 суретінде тауып алған, үлкен ұлды мойнына мінгізіп тұрған суретін тауып, мынау мен ғой деп, екеуі кішкентай күнде екеуі біріне қатты ұқсайды ма? Содан жоқ бұл деп, әкемнің түрі деп, содан бұлай енді кім екенін, қайда екенін білет, балаларға телефон номерін беріп қойған. Міне осы кісі білесіңдер әкелерін, енді есінде ғой үлкен екеуінің қай күні іздеп барам дейсіңдер, оны өздерің білесіңдер, ешқандай менен кедергі жоқ. Араласа беріңдер. О жақта бауырларың бар, 2 ұл 1 қыз бар, о жақта да ешқандай кедергі жоқ. Тіл табыса алам десеңдер, араласқым келеді десеңдер, сағындым десеңдер, іздеймін десеңдер, іздеңдер деп сөйтіп едім. 2 үлкен маған бүйтіп бақырайып қарады. Зачем деді. Ешкім соққан жоқ оларға? Жоқ. Арасында сөйтіп айтып қоям, не қылса, егер менен аттай алмаймыз деп қаймығып жүрген болсаңдар, ешқандай кедергі жоқ деп арасын естеріне сақ қоям. Бірақ олардың өмірінде ол адам жоқ.
орны жоқ, бауыр басып қаншаны ажырап кеткеннен кейін екеуінің арасы мысалы болды, ары қарай қайта жақындасу енді оңай болмайды ғой. Олар соны ескермейді, кетіп бара жатқанда. Енді бұны Назгүл не деп атауға болады? Тас бауыр ма? Анау жоқ, тас бауыр дейтіндей де тас бауыр емес. Мысалы 3 баласын жақсы махаббатқа бөлеп өсіріп жатыр ғой. Тас бауыр емес шығар. Маған бір хатында айтқан, ну ты же сильная деген, сильный, маған сеніп отыр. Жалпы отбасын тастап кететін, ажырасып кететін ер адамдар әйеліне сенеді ғой. Егер мына байғұс мына 3 баланы жеткізе алмайды десе, ол кетпес еді. Бірақ оның үстіне енді тіпті қанша жерден сильный емес болғанның өзінде өлтірмейді ғой. Шеше өлтірмейді. Мына бізде көп жағдайда өзіңіз байқайсыз ба, жаңағы жалғыз басты әке деп жұрт жаны ашып, ақша жинап беріп, оған мүсіркеп сөйтіп жатады. Өйткені шынымен олар сондай бір мүсәпір күйге түсіп қалады. Еркек. Ол жерде түрлі жағдай ғой, енді әйел қайтыс болады, жағдайлар болады. Мысалы, туттан кететін әйелдер болады. Мысалы, өзіне ие бола алмайды ер адамдар. Өзін тастап жібереді. Қасында сынып кетеді, ішіп кетеді, көп жағдайда сондай болады. Әйелдер қайраттанады. Мына бізде анау сөз бар ғой, қазақтың, қатын қайраттанса қазан қайнатады дейді ғой. Жұрт оны былай түсінеді екен. Қатынның жаңағы күші қазанның бұрқ-сарқ қайнағанымен бірдей деп. Мен оны басқаша түсінемін. Қатын қайраттанса, бос тұрған қазанына ас салып қайната алады. Бос тұрған қазанын қайнататындай, соған ішіне ас салатындай күш табады. Жоқтан бар жасайды. Маған сол мәтелдің мәні осылай көрінеді. Ол жаңағы бұрқ-сарқ ғана қазанның бу шығарып деген нәрсе емес, менің түсінігімде ол мәтелдің мәні. Қатын қайраттанса, бос тұрған қазанға ас салып қайнаталады. Енді бала шағасын бағалады. 3 балаңды да мен өнер саласына бергеніңді білемін. Осылай өзін өзі жігерлендіріп, жаңағы жоққа қанағат, барға тәубе деп отырған анасың. Сөйтіп отырған жерде неге балаларыңды бір үлкен пайда келетін салаға итермедің? Руханият деген өзің жүрсің ғой сол жерде. Мен де жүрмін мысалға. Ол үлкен капитал алып келетін сала емес. Менің бітірген Жұбанов мектебінде сенің балаларың оқиды. Мен ол мектептің қандай каторга екенін білем. Өзім сол каторганы кейде жаным ашып кетеді байғұстарға. Міне табанағы маңдай теріммен тапқан сол дипломдарымның арқасында күн көріп отырмын, нан жеп отырмын. Бірақ дегенмен ол өте ауыр жол, және ешкім ертең сен шыңға шығасың деген кепілдік бермейтін жоқ. Олардың тілі шыққаннан бұрын ән айта бастаған балалар. Өзім о бастан бұлар кішкене күннен мен балаларым музыкант болады дейтім. Әлде мүмкін өзімнің ана музыкант бола алмай қалған, бойымдағы өнерім шықпай қалған өкінішім, арманым бекен. Бірақ бір түрлі осылардың, мыналардың барар жері музыка деген сенім болды өзімде кішкене күннен. Бұлардың кішкене күннен. Бірақ үлкен ұлды музыка мектебіне берген жоқ. Өйткені біз жалғыз қалған кезім не үйім жоқ, не тұрақты жұмысым жоқ, не бір қолыма түсіп тұрған табысым жоқ, далада жүрген адаммын. Бала мектепке бару керек. Мысалы, бұған дейін бір жыл бұрынғы уақытында мен балам 6-ға толғанда музыка мектебіне жетектеп апарам деп сенімді болып жүрген адам ойым өзгерді ғой. Апармайым дедім. Мен шамам келмейді. Өйткені біздің әулетімізде музыканттар өте көп. Барлықовтарды білесіз ғой, өздеріңізбен бірге оқыды. Біз қатар тұрдық. Біз 3-ші қабатта, ол кісілердің 4-ші қабатта көреміз. Апамыз, мен Шынар деген сіңілім, скрипкада оқыды Байситова мектебінде. Скрипкасын көтеріп өзін жетектеп апарады, әкеледі. Ол қызды үйінен бәрін есігін жауып қойып 3 сағат, 4 сағат дайындалады. Бабы келісіп, кәдімгідей сол. Мысалы, апамыз тек қана сол қыздың бабын жасап қана отырды. Содан білем, музыкант өсіру оңай емес, оған бір адам керек, қасына жетектеп жүретін, оның шығыны бар. Мен ана жағдайымда мен оған шамам жоқ еді. Қолында аяқ шықпаған балам бар. Нау 6-ға келіп жатыр, мектепке беру керек. Мектепке бермесем обал, өткен оқуды да біледі, 4 жасында әріп танытып кітап оқып жүрген бала мектепке беру керек, не істеймін? Содан жай мектепке апардым. Жай гимназия, Базарбаев атында 138-ші гимназия. Содан 1-ші класын бітірді балам. 2-ші класында кеп тұр, мама біздің мектепте вокальный группа бар екен дейді. Мен ән айтқым келеді, барайыншы деді. Жоқ, бара ғой. Содан 1 жыл бұл ән айтып жүрдім.
Содан 3-ші сыныпқа баратын жылы кеп тұр, мама біздің мектепте, оказывается, фортепиано сабақтары бар екен ғой, мен барайыншы деді. Бар дедім. Содан бір жыл бұл фортепианоға барып жүреді қосымша. Содан сол мамыр кезім екен, мені сол фортепиано мұғалім айтыпты, маман келіп кетсінші деп. Содан бардым, сөйтсем, мына бала неғып мына жерде жүр. Мына музыкант бала. Табиғатынан, тумысынан, болмысынан музыкант бала. Бұл неғып мына жерде жүр деді. Сосын айтам, мен білем оның музыкант екенін. Бұл менің де өкінішім, бірақ менің шамам келмейді музыкант өсіру. Оның үстіне менің әкем домбырашы. Әкем домбырашы, әкем мағасы домбырашы. Бұлар отырар саз оркестрінде істеп, тоқырау жылдары отырар саздан шығып қалған. Домбырашылар, музыканттар көп төңірегімізде, содан кейін қиындықты көрді ғой, енді 90-шы жылдар жұмыс жоқ, музыканттар. Сол мына санамда қалып қалған музыканттардың күн көрісі қиын болады деген бір стереотип қалып қалған. Содан ана апайға айтам ғой, бәл танитын да шығарсыз, Гүлнар Бекенова деген пианист кісі. Содан айтам ғой, мен осындай бала кезімде музыканттардың қиналғанын көп көрдім. Оның үстіне өзім де қазір не анда емес, не мында емес адаммын, тұрақты әлі бір жетістігім ештеңем жоқ, мен қорқам деп едім. Ол кісінің бір сөзі айтқан, санамда қалыпты. Егер адамның маңдайына Алла тағала дәулетті болуды жазса, ол қай салада да жүрсе де дәулетті болады. Сорлы болуды жазса, бірақ Алла тағала ешкімнің маңдайына сорлы болуды жазбайды. Әр адамның маңдайына өзінің несібесін, берекесін береді. Обалына қалма мына баланың деді. Мына баланың обалына қалма, мына бала музыкант болатын бала бар деді. Бұл кәдімгі, енді өзімде әке балаға сыншы дейді ғой, бірақ қазірде мысалы 20-ға кеп қалды ғой балам, тұнып тұрған музыка. Шынымен музыка үшін жаралған бала. Құдайға шүкір. Енді оның арманы пианист болу еді, бірақ біз мектепке кеш келдіңдер деп 8 жасында фортепианоға алмады. Не алмайды ғой. Бірақ енді бірақ мұғалімдердің бәрі мына кімдер, Милькова, марқұм кімдер, Әлия Исқақовналар, бәрі, мына пианист бала ғой, мына пианист қой, мына бәрін айтатын, сол мына пианист қой деп. Бірақ габойға түсті, жап-жақсы бітірді. Қазір сол Алматыдағы бүкіл проектный оркестрлердің бәрінде ойнап шықты. Өткенде бір рет өзіміз мақтанып қалдық, мына академиялық симфониялық оркестрде заменада бір рет отырып ойнап шықты. Ол деген қаншама. Енді қазір жетістік, енді қазір жұмысқа кетіп бара жатыр Үндістанға бір жылға, Марат Бейсенғалиевтің оркестріне. Мумбайға. Сондай жалпы баламның және менің осы жолда кішкене обалына қалмадым деп ойлаймын балам. Енді сол сенің еңбегіңнің жемісінің шет жағасы көріне бастапты ғой олай болса. Көріне бастады, бірақ үлкен ұлды музыкаға берем ба, бермеймін ба деп былайынан 2-3 жылдай теңселіп жүргенімен қызға ешқандай күмән болған жоқ. Музыкант. Музыкант. Өйткені ұлға енді кішкене қорықтым ертеңгі күні өз басын асырай ала ма, отбасын асырай ала ма деген нәрсе бар. Бірақ қызға ешқандай не болған жоқ. Қызды бірден жетектеп апардым да музыкаға беріп жүрдім. Кіші ұл мектепке баратын кезде ана екеуі әжептәуір оқып қалған. Мен де кішкене ес жиып алғам. Ол кезде басымда үйім бар, жақсы жұмысым бар. Кішкентай кіші ұл мектепке баратын кезде ешқандай күмән да болған жоқ, ой да болған жоқ, үрей де болған жоқ. Сол кез жетектеп апардым да сол мектепке бердім. Өйткені ол баланы енді кіші ұлды не спорт, не музыка деді. Өйткені күші тасып тұрған, энергиясы тасып тұрған бір жыбырлақ бірдеңе енді бар ғой. Туыстарым бәрі спортқа бер дейді. Сосын мен айттым, мен спортпен өсіре алмаймын. Өйткені музыканттың қасына бір адам керек болса, спортсменнің қасына 2 адам керек. Менің спортсмен өсіруге шамам жетпейді. Мен ондай қатты балаға мотивация болатындай, спортсменнің қасындағы шешесі кішкене қаталдау болу керек пе, қаттылау болу керек, отыр десе отырғызып, тұрғыз десе тұрғызатын адам болу керек. Өйткені баланың ырбыңын спорт көтермейді. Ал музыкантты мен өсіре аламын. Музыкантты мен тәрбиелей алам. Сондықтан мына бойындағы күшін, дарынын, қуатын музыкаға жұмсайық деп, ол да сонда барды. Сонымен үшеу әйтеуір сол мектепте үлкен ұл бітіріп кетті, екеуі қалды. Сол Жұбанов мектебінде 14-ші жылдан бері сол жақта жүрміз бәріміз. Қазір Жұбанов мектебінің қасында тұрып жатырмын. Маған өте жылы дүниелерді айтып жатырсың. Сонда ғой кімнің сол бізде кім бар ғой, Темір Тікешев деген кісі ағай үлкен, қазір 85-тен асты ғой, Габой. Сол Даниярды алғаш апарғанда алдымен сол кісінің алдынан өтті. Кейін ғой сол кісінің бір сөзі, мектепке бала алғанда дейді, осы музыка мектебіне бала алғанда балаға қарамаңдар дейді, ол кісі айтады.
әке-шешесіне қараңдар дейді. Олар осы мектепте баласын оқыта алатын адам ба, және осы мектепте баласын оқытудың ыстық суына төзетін адам ба, соған қараңдар. Және оның жалпы сол әке-шешесіне қараңдар дейді. Өйткені өте шығын, күш, уақыт, оның бәрі ата-анаға қарап тұрады. Ал егер соған беріп қойып, сен балаңды жай ғана өкіметтің қарауына өткізіп тастап, не ол гений бала болу керек, не әйтеуір бір посредственный шығады. Қиын екен. Иә, Назгүл, бәрін түсініп отырмын, өйткені бұл менің жүріп өткен жолым. Енді сол балаларды жетектеп өсіріп жүріп, өзің жеке қалғанда жастығыңа шағынып жылайтын кездерің болды ма? Шіркін-ай, бір жағымнан шығысатын адам болса екен, мен осылай жүре берем ба? Бірақ жоқ, болмады. Ондай шағынып, білмеймін, жалғызсырау дегеннің өзін бір қатты сезген жоқпын. Иә, осы өмірім өтіп кете ма, жастығым өтіп кете ма, жалғыз өтіп кете ма деп те ойлайсың, бірақ дәл жаңағы қолдау жағына, материалдық не жағынан жастығыңды неге құрбан еттің олай болса? Былай қарағанда нендей нәрселерге құрбан еттің, айтшы. Құрбан деуге келе ма, білмеймін, өмір күнделікті күйбеңмен өмір өтті. Былай қарағанда, мысалы, кейін өзім байқап жүрдім да, мысалы, 2013 жылы мен жақсы жұмысқа тұрдым. Мен тезақ көтерілдім, мысалы. Бірден мен бала шағамды алып Алматыға келдім. Әлі жылап болған жоқпын. Бірден жұмысқа тұрдым бір аптадан кейін. Сол жерден өте жақсы старт болды маған. Сол жұмысым өзі 50 мың айлық аламын сол жерден, бірақ өте жақсы старт болды. Сол жерде мен қанша адаммен таныстым, қаншама ортаға кірдім, қанша идеялар келді, көп бір не. Содан ары қарай өте жақсы ұсыныстар келді, жақсы тырбыңдап жүріп әйтеуір жұмыс істедім, қосымша жұмыс істедім. Халтура дейміз, шабашка дейміз, соның бәрін істедім, күнімен түнімен істедім, әйтеуір тиынға тиын жалғап жүрдік. Қасыңда ешкім жоқ, 3 бала ғана. 3 бала ғана. Енді алдымен біреу, екеу, үшеу деген сияқты үй алдық, көлік алдық, үлкен мемлекеттік жобаға кірдім, өте жақсы айлық алдым. Анау 2017 жылы өмірімде бірінші рет счетымда $1 миллион болды. Тұрды счетымда $1 миллион. Сол кезде Ғани Бектаевич Бейсенаға таныстырып, жақсы сол кісімен араласып жүретін. Жүгіріп бардым, Ғанияға қараңызшы, мен счетымда $1 миллион тұр. Мен миллионермін дедім. Мен счетымда $1 миллион тұр. Ол кісі берекелі болсын деп, мысалы, содан ары қарай көп болатын кез болады, ақша жақсы табылатын кез болады, кейде болмай қалатын кез болады. Әйтеуір бірді-бірге соғып жүріп жетесің ғой. Сол кездерде енді қорғаған дейміз ба, саған жанашыр болған ер азаматтар болды ма? Бауырларым. Ал мынау бастықтардан сенің жағдайыңды түсінетін, жалғыз басты 3 баланы тәрбиелеп отырған ана ғой дейтін. Қоғам дейміз, бірақ қоғам деген әрбір адам ғой. Сол сен жұмысқа тұрған кезіңде сенің жалғыз басты екеніңді, соны түсіністікпен қарайтын адамдар болды ма? Болды. Ең болмаса арқаңнан қағып, жағдайыңды түсінеміз, Назгүл, бірақ мынау жұмысың сапалы екен, сөйтіп жүріп сен нан тауып жүрсің деп айтатын. Ең жақсы қолдау маған мына ұлттық аударма бюросында істегенде, сол жүргенде жобаға барғанда Рауан Кенжеханұлы маған толық жұмысқа келесің ба деп. Сонда мен ол кісіге жағдайымды айттым, осындай балам 1-ші сыныпқа барып жатыр, мен өзім жалғызбын, сенетін ешкім жоқ, маған уақыт керек. Жұмысты істеймін, бірақ мен мысалы сағат 4-те жұмыстан кетіп қалуым керек, баламды мектептен алуым керек, өйткені 1-ші сыныпқа барып жатыр деп. Ол кісі бәрін түсінді, мұрсат берді. Біразға дейін сөйтіп істеп жүрдім. Кейін енді бір жағдай қиын болып кетті. Толық отырып істемесем болмайтын болып, Назгүл отыршы деді. Мен бала шағамға айттым, мен саған шопыр берем, машина берем, отыршы істеші. Жағдайым жасады. Жағдай, бүкіл несінен жалақымды да мысалы көтеріп берді. Кем қылмай, мысалы, ер азаматтармен тең қылып мысалы қойып берді. Ешқандай бір жақсы сыйластық бар ортада ондай ештеңе көрген жоқпыз. Бірақ мысалы тіпті ең қиын нәрсе, мысалы жалпы бір коллективте істеп жүресің, адамдар араласып жүресің, бірақ саған былай көзі түзу бәрінің, қыздар, жігіттер, келіншектер. Бірақ бір қарасаң, кейде бір байқап қаласың.
бір жағынан мүсіркейді екен, бір жағынан бір кем көреді екен. Енді ол сондай. Жалғыз ғой. Енді жалғыз. Айналайындар, біз өлген жоқпыз ғой, өлмегеннен кейін жүрміз. Ешқандай да не жоқ, бетіңе басып қалатындар болады, анда-санда ілуде біреу болса да, бірақ бар. Бетіңе басып, енді сен сондайсың ғой. Енді сендейлерді не басқа не күтеміз деп. Бірақ мысалы мен енді орта есеппен алғанда мен мысалы 100 қызды танимын дейікші, мысалы дос құрбы замандас араласып жүрген 100 қызды танимын десең, оның 50 ажырасқан, 25-і тұрмысқа шықпаған. Енді былай орта дөңгелек деп алған санда дейікші, 50% ажырасқан мен таныстарым, 50% оның 25% тұрмысқа шыққан, 25% ғана мысалы отанасы бір үйдің. Бірақ біз бәріміз теңбіз, бәріміздің ұмтылысымыз бар, бәріміздің алға басып жатқан қадамдарымыз бар, бәріміздің кәдімгі тең келе жатқан адамдарымыз, ешкімнен кемдігі жоқ. Мынандай әңгіме бар ма сіздердің үйлеріңізде? Енді үлкенің 20-дан асты деп жатырсың, иә? Әкесін көрмей өсті үшеуі де. Олардың көз алдында мынау отбасылық модель қандай деп ойлайсың? Ертең олар үйленген кезде мынау отбасының беріктігі, татулығы, арадағы қарым-қатынас, ерлі-зайыптылар, балалар арасында қандай болады деп өздері ой түйеді. Бұл жағынан бар ғой. Үлгі болған жоқ қой. Үлгі бар, күнде көрмесе де, бірақ үлгі бар. Бұл жағынан мен өзімнің екі бауырыма шын ризамын. Ол екеуі өз енді семья құрды, менің балаларым сәл ес білгенде отбасы болды. Бірінен кейін бірі екі келін түсті, олардың да қазір ұл қызы бар бәрінің. Мен екі бауырымнан мына отбасы ұстауда, семья болуда менің балаларыма үлгімін ғой деген жауапкершілікті сезініп жүргенін байқаймын да. Олардың мына ұстанымында ол да бір санасының бір түкпірінде. Мыналар маған қарайды, демек мен бұларға үлгі болуым керек, мен осыны көрсетуім керек деген сияқты. Ойламаса да бір жерінде мына бейсанасында бар деп ойлаймын. Сол екеуінің келіншегіне қатынасы, екеуінің балаларына, мен балаларым соның бәрін көріп жүр. Тіпті қызым айтады, мен кенженімді айтады, қызы туғаннан кейін, соның Тұмар деген қызы бар, кішкентай, сол Тұмар туғаннан кейін өзгеріп кетті ғой, ол дейді. Кәдімгі әке болып қандай. Менің балаларым соны көріп өсті. Ал енді өзіміздің моделіміз, біздің столымыздың 4 орындығы бар, 4-еуміз отырамыз. Ілуде біреуіміз үйде болмай қалса, ол жерде мысық отырады. Кейін бір күні сол ойлап отырып, мысалы 4-еуміз отырмыз балашағы, ырду-дырду әңгімемізді айтып отырмыз, күліп отырмыз. Бір кезде былай қарадым, мына жерге басқа ешкім сыймайды ғой деді. Мына жерге басқа ешкім шынымен сыймайды екен. Ол сенің әлемің. Біздің әлем, 4-еуміздің осы қазіргі тұтас толық отбасы, толық емес отбасы деген сөздерге қараймын да, міне біз 4 адам отырмыз. Толық отбасы. Толық отбасымыз, бізге ешкімнің керегі жоқ. Біздің қазір міне біреу балаларымды о бастан кетесіңдер деп өсіргем. Шетелге кетесіңдер, оқуға кетесіңдер, жұмысқа кетесіңдер, қалмаңдар мен қасымда байланып деп. Біреу кетсе, кішкене ойсырап тұрар, бірақ толық деген осы. Сен көңілің толық болса, сенің ортаңдағы сенімің толық болса, біреуді жоқтап ойбай деп оған бос орындық қойып қойғаннан ештеңе өзгермейді екен. Ештеңе өзгермейді. Кейін бір бізде не бар, Харри Поттерда адамның бір ең бақытты кезін елестететін суреттер бар да, сол тұсына келгенде бір фильм көріп отырып, мен қызым айтады, мама, ал сен осындай ең бақытты сәтіңді ойла десе, сен қай кезде ойлар едің дейді. Мен айтам, үшеуің де менің қасымда отырып, күліп ойнап тамақ ішіп отырған кезіміз. Болды екен, жылайсың, ой, әуелдегі 1-2 жылың қимастық, махаббат дейсің, сүйем дейсің, мені ары қарай онсыз қалай өмір сүрем дейсің, сағынасың, ашуланасың, ренжисің, кіжінесің, әкең ауыз барып шаңырағын ортасына түсіріп кетем деп ашуланасың, неше түрлі ой келеді ғой. Мына
жаңа ажыраса салғанда әйел әләуләй деп өтіп кете салады деген сөз жоқ. Оның мына жағында талай нәрсе, мына жағында талай нәрсе болып жатады. Жаңа жастығыңа жылау деген нәрсе әуелдегі сол бір жылда болады. Сағыныштан жылайсың кәдімгідей. Қанша анау кеше ғана осы нені оқыдым мен, Бейімбет Майлиннің Талағын қайта оқып шықтым да. Мысалы сол жерде де екеуі ойбай талақ болдым дегенде ол нені қимай жылайды. Ана жерде екеуінің бір кештің әңгімесі ғой. Мысалы қазіргі мына қызғылықты тұрмыс дейді да, екеуінің арасындағы қимастығы, бір-біріне сонша жылдан бері бауырласып бірге жүрген, оның бәрі оңай емес қой. Мысалы қыз тұрмысқа шыққанда әке-шешесін сағынып жыласа, одан кейін тура сондай жағдай, сен 6 жыл 7 жыл бәленбай жыл бойы жаңа құшақтасып қол ұстасып сүйкенісіп келе жатқан адамыңды сен былай қарасаң да сен сон жалғыз қалдың, мына жағың ойсырап қалған сияқты, мына бос мына жағың. Не сүйене алмайсың, не соның бәрін үйренуің керек. Оған сағынып жылайсың, оны жаңа кіжінесің, өзіңді өзің жейсің. Мына адамның ішінде арпалыстың түр-түрі болып жатады. Одан кейін кейін осының бәрі ұмытылғанда бір жерден оқыдым да, бір келіншек Фейсбукқа жазып қойыпты. Мен дейді, егер дейді мына егерде дейді менде дейді жолдасым күйеуім дейді да, ертеңгі күні тоқал алам десе мен қарсы болмаймын дейді, өзім таңдап әперемін дейді. Сосын ішінен ойладым, ертеңгі күні сен күйеуің алдыңа мен тоқал алайын деп едім деп кеп тұрған кезде ішіңді мың ит тырнайды ғой. Сен соны білмегеннен кейін қазір сен әперем деп, біздің апаның үшленсіп деген жақсы бір сөз ғой. Мысалы кең болып отырсың да, қанша жерден әйел кең болды, қанша жерде мына салт дәстүр анау мынау дегенмен ол мың ит мысығымен қосылып ішіңнің дал-дұлын шығарады. Әрине. Содан аман өте алсаң, пожалуйста, әпере бер. Бекболат Тілеуханов айтып отыр ғой, ашықтан ашық. 3 әйелім бар, бірақ бір-бірін қызғанбайды деп айтпаймын деп. Әрине ол болады. Бірақ соны біле тұра еркек неге сондай жағдайға қалдырады әйелді? Енді тұрғыдан өзін сонда ол эгосы ма? Ер адамның? Енді полигамия дейді, махаббат дейді, ұрпақ көбейту дейді, қазақтың санын көбейту дейді. Сылтау көп қой. Шын ниеті де болуы мүмкін, немесе енді ең басты шынымен жақсы көріп қалуы мүмкін, шын махаббат болуы мүмкін. Ондай жағдайда бірақ мына тарапта бар ғой, оның сезімі, оның өмірі, оның көңілі, оның ойы, оның жүрегі, оның ары қарайғы тіршілігі қалай болады. Сосын ойладым, онда көбінесе ойламайды ғой. Өйткені мына жақта шешім қабылдаған кезде мына үйіндегі әйелін әбден сенетіні сондай, ол менің сөзімнен шықпайды дейді. Немесе мен бұны қазір басқа бұған не керек енді, басында үйі бар, қасында бала шағасы бар, мен күнара кеп тұрам, бұған басқа не керек дейді. Ал ол жақта бір адамның көзге көрінбейтін біраз дүние бар ғой. Адам өзі де, сосын ол әйел өзін жейді. Күндіз жейді, түнде жейді, бұл қалай болды, ашуланады. Ал енді шын жаңағы дана, бізге манипуляция жасайтын өте жақсы сөз бар ғой, дана әйел деген. Қазақ әйелі дана деген өте бір жақсы манипулятив сөз бар. Сосын өзіңнің бір жазғаның бар ғой Фейсбукта, қазақ әйеліне айтқан ең мықты комплимент біздің қатын молодец. Біздің қатын молодец болу үшін барын ортаға салады. Барын салады. Біздің қатын молодец деп. Одан кейін мысалы бізде де сондай жағдай болды. Енді мен ештеңе білмеймін. Басқа жұрттың бәрі біледі екен. Және білгенде де Назгүл не деген дана әйел. Дана деп отыр екен. Какая она мудрая. Жаңағы күйеуінің осындай екінші әйел алам деген ниетіне қарсы болмай, какая она мудрая. Кейін білдім, оның артында тіпті ласта өтіріктер айтылған екен мен туралы. Кейін мен сол жерден жаңа Құдай мен суырып алды деп отырмын ғой, боқтан суырып алған ғой Құдай мен. Сол жерден менің атымды, менің арымды, менің бүкіл абыройымды сол әбден шылап, илеп тастаған жерден өзім білмеймін, бірақ кәдімгі мен итке алғысыз қылып тастаған жерден Алла тағала мені суырып алған екен. Өйткені психологияның бір несі ғой, ерлердің психологиясы, әйелдердің психологиясы, ер адам кетем деген кезде ештеңеге қарамай, және ол
жауыз болып кетеді, қатыгез болып кетеді. Ол ана дегеніне жету үшін ол ешкімнің көп жағдайда арың, сенің атың, сенің абыройың, сенің көңілің деген нәрсені ысырып тастап, таптап тастап, мынандай басып, тапап өте шығады. Өйткені ана жерде оның мақсаты тұр. Ол жолда сен кедергі болсаң, сені ысырудың талай жолы табылады. Кейін артымнан талай әңгіме естідім, жетіп жатты әйтеуір бірдеңе жолын тауып, сол әңгіменің бәрі. Кейін мына пазлдардың бәрі орнына түскен кезде бір күн отырып, Құдай-ай, шүкір Алла. Кейін шешем де айтты, құтырғаннан құтылған деп. Кейін әбден мойындадым да, шынымен қанша сүйдім күйдім дегенмен, мен шынымен ана жерден және мен ол жерде қалсам, мен қазір мен балаларым мұндай болмас еді, мен өзім мұндай болса, ең бастысы балаларым мұндай болмас еді. Мен қызым айтты, мама, сен ажырасып кеткен жақсы болыпты деді. Қойшы, осылай айтты. Иә. Бір күн сұрадым, мама, егер сен әкеммен ажыраспасаң, біздің өміріміз қазір қандай болар еді деді. Мен айттым, егер енді біз ол кезде Таразда тұратынбыз. Бәлкім Таразда тұра берер ме едік әлі күнге дейін. Сонда мен Жұбановта оқымас па едім, сонда мен скрипка ұстап жүрмес па едім деді. Мүмкін ұстамас та едің дедім де, бәлкім жете алмас едік бұл жаққа. Қалада да болмас еді. Иә, Алматыда да тұрмас еді. Онда сен ажырасып кеткен жақсы болыпты ғой дейді. Мен мүмкін сол осы баланың, 3 баланың дүниеге келуіне, одан кейін осы 3 баланың осындай тағдырлы болуына мен тек қана ортадағы дәнекер болып тұрмын ғой. Менің өмірім арқылы, менің тағдырым арқылы менің балаларымның өмірі қалыптасып келе жатыр. Демек, мен өмірде бекер емес, мен сол жерде тұрмысқа шыққаным, сол адаммен бірге тұрғаным, тіпті ажырасқаным ештеңе де бекер емес. Маған да сабақ, иә. Ажырасумен өмір бітпейді дейсің ғой. Және жалғыз басты әйел басын көтеріп жүру керек. Біз басыңды көтермегенде сен кімсің мына өмірде? Сен адамсың, ең алдымен адамсың. Сен қасында күйеуің бар ма, жоқ па? Сен егер абыройлы таңертең бісмілләңді айтып орныңнан тұрсаң, түнде бісмілләңді айтып төсегіңе жатып отырсаң, бісмілләңді айтып балаларыңның алдына ас қойып отырсаң, әр маңдай теріңмен тапқан әр тиыныңды берекесін берсін деп жұмсап отырсаң, адал нан балаларыңа адал нан жегізіп отырып, ертең балаларыңа адал бол деген сөзді үйретіп отырсаң, сен неге адам емессің? Сен неге абыройлы болуға қақың жоқ? Сен неге өзіңді жұрттан қор санауың керек? Неге мен бір айдаладағы бір жігіттің, бір кісінің қарағандыда отырып, маған сен байғұссың деген сөзіне мен неге жылауым керек? Мен неге ол кісінің сол сөзінен иә, шынымен солай екен ғой, ойбу, қой құрсын, ұят-ай деуім керек. Сосын осы әлеуметтік желіде бір келіншек отырды ғой, есімде жоқ, тіпті тілші ғой деймін, ол кісі. Анау ма, қоғамның соры дейтін ба? Иә, ажырасқан әйел қоғамның соры дейтіні. Қоғамның соры дегенде менің төлеп отырған салығымды анамна екі еркектің біреуі төлеп отырған жоқ. Түсінесіздер ме? Мен қалай қоғамның соры боламын? Мен қоғамға 3 бірдей азамат тәрбиелеп қосып отырмын. Олардың айтатыны қоғамның соры дегенде, енді шын айтайыншы, ажырасқан әйелдің бәрі жүргіш болып кетеді дейді олар. Одан кейін бұлар ажырасқан әйелдерден күйеуін тартып кетеді деп қорқады. Сол ғана. Бірақ өткенде кім айтты? Кім? Роза Әшірбаева ғой деп айтты. Ол өзінің байдан әрең құтылған, сенің байың керек жоқ дейді. Енді ол бәрі адамдар арасында қатынасқа кеп тірелетін дүние ғой. Өмірде талай тағдыр бар ғой. Біреу былай адасады, біреу былай адасады. Жалпы біз адамның бәрін бір шаблонға, бір стереотипке, бір трафаретке салып қойғымыз келеді. Өйткені неден қорқатынымызды білмеймін, бірақ өзімізге ұқсамайтын адамдардан қорқамыз. Жалпы қоғамда енді дұрысқа баланатын, қалыптасқан, так принято дейтін нәрселер бар ғой, тұрмысқа шықтың, бала шағаңды өсірдің, кемпір болдың, әже болып, балаларыңа ертегі оқып беріп отырсың. Тіпті мысалы бала немерелерін ертегі оқымайтын әжелердің өзін қаралаймыз ғой біз. Иә. Балалар оқымайды. 60-тан асып басына жаулық салып жүрмеген кісілерді де қаралаймыз. Бізге ешкім ұнамайды. Онсыз да былай қарағанда енді ажырасқан әйелді дұрыс емес деп айтты екен деп үлкен проблема қылатында жөні жоқ сияқты көрінеді. Бұл жағдай өткен бізге ешкім ұнамайды.
жаңа Фейсбукта тоже бір постым болған, біреу қой сойып жатса, қойды үйтіп соймайды, бүйтіп сояды деп, сосын біреу күйеуімді жақсы көремін десе, күйеуді олай жақсы көрмейді, күйеуді былай жақсы көреді деп, мен балаларым осындай десе, балалар ондай болмау керек, балалар мынандай болу керек деп, ешкімге ешкім жақпайды. Арықтар семіздерді жақтырмайды, семіздер арықтарды жақтырмайды. Бой аласалар бой ұзындарға дұрыс көрмейді, сорайып дейді, бой ұзындар тәштектеп кішкентайлар жақтырмайды деген сияқты, адамға ешқашан ешкім жақпайды. Одан кейін бір үрей бар. Әркімнен бірде қорқады, және ең былайға кейде бір шынымен солай қоғамның бүкіл басты жауы, қоғамның басты бір қауіп төндіріп тұрған бір әзәзілдер, ол күйеу жоқ әйелдер сияқты көрінеді. Өйткені бүкіл, егер қазір ал қане қазақтар, міне қолдарыңа бір мылтық, қоғамға қауіпті деген адамдарды атып тастаңдар десе, біз атыпыздар еді, ең алдымен. Жалғызбасты әйелдер, ажырасқандар. Өздері де білмейді неге екенін, бізден не қауіп күтетінін, біздің қай жерімізден, біздің немізден, мысалы, тіпті мен ешкімге айтпай ақ қойсам да білмейді ғой, мысалы, мен күйеуім бар ма жоқ па. Бірақ сен қай жерде де мысалы отбасы жағдайы деп талап етеді, мектепте міндетті түрде сұрайды. Мен мектепте айтқам, кімде әлеуметтік нелер бар ғой, тәрбиесі жөніндегі, сон бір қайырымдылық нелеріне қосады, бірден балалар бір жаққа барып, сосын айтты, мен балаларымды апармайсың, қоспайсыңдар ондай. Бірақ енді сен мына жерде тұр ғой, құжатта тұра берсін дедім. Мен балаларымды сен әкең жоқ болған үшін мен сен қазір музейге апарам деп апармайсыңдар. Таныс жігіт сол жұмыста істейтін, кейін осы мектепке келді, оған дейін таныс араласып жүрген, сол ертең осындай балаларды апарады екен, толық емес отбасы, күнінде жағдайы нашар деп, мен баламды қоспа деді. Неге қоспаймыз? Болмайды деді. Мен балам, әкем жоқ болғанның арқасында мен музейге барып келдім, немесе тағы басқа деген, соның кесірінен деген сияқты естілмес. Жеңілдігім бар демек. Жеңілдігі де емес, бір көп жағдайда бәрібір қанша дегенмен балалар көреді ғой. Қасында сыныптасын есік алдында әкесі күтіп алады. Сондықтан барынша менген осы балалар бір 4-5 сыныпқа барып, сәл есейгенге дейін күнде мүмкіндігінше бір шеттен шыққан бір жағдай болып қалмаса, бірақ бала мектептен шыққанда мен мектептің алдында тұруым керек деген ұстаныммен жүрдім. Мен мектептің алдында қаздиып отырып, мен баламды күтіп алатым. Әрқайсысын сөйтіп күтіп алып жүрдім. Немесе таңертең өзім жетектеп мектептің несіне кіргізіп жіберем. Мен бар екенімді білу керек балалар. Мен қай жағдайда да міне мен сені жетектеп барам. Тым болмаса автобусқа мінгізіп жіберіп, автобустан күтіп алып. Қасыңдамын балам. Мен қасыңдамын. Жүгіріп мектептен шыққанда қолынан аспабын алып, қызым мектепке барғанда әлі есімде, 6 жастағы кішкентай өзі, бұлар біразға дейін бойы кішкентай болып келді, сосын өсіп кетті. Қобызды оқиды ол кезде. Сағат 6-да бітеді сабағы, келе жатыр. Қобызын былай сүйретіп алған, үлкен портфелін былай сүйретіп алған, былай. Сондай кезде мысалы шынымен жаным ашып кететін, бекер бердім ба деп. Бірақ бұның бәрі артта қалды. Бәрі артта қалды. Қазір міне кетіп бара жатыр. Қызым ертең алла жазса Польшаға оқуға тапсырам деп отыр Варшава консерваториясына. Қазіргі бар тілегіміз сол арманына жетсе екен деген. Мысалы кіші ұл 9-шы сыныпқа барды. Кеше зіңгіттей кеше өзім ұлдар жатқан бөлмеге бас сұқтым да, 2 дардай жігіт жатыр. Сосын ойладым, күні кеше ғана сияқты, біреуін көтеріп алып, біреуін жетектеп алып, қыстың көзі қырауда, кәдімгідей есігімді жаптым, балаларымды алып есігін жауып шықтым, таң алдында такси келіп тұр, шешем бар қасымда, алып кетуге келді, өйткені мен сонда есігімді жауып кетіп бара жатқан кездегі сезім, ол ары қарай өмірім не болады. Қорқынышты болғанда, енді шын айтайын ба, қорқынышты. Не болады, ар жағы алдың белгісіз. Не, әр әйелдің ажырасып бара жатқандағы сезімі сол. Алдым не болады, мен мыналарды қалай өсірем. 3 балаң бетіне қарап отырасың, мен мыналарды қалай жалғыз. Сөйтсе, нормальный нәрсе екен, ешқандай да қиындығы жоқ екен. Алла қарасады екен, тек сене білсең болды.
алла балаларыма бақ бер деп, балаларыма ғұмыр бер деп тілесең болды екен, басқа ештеңе де емес. Сондықтан бүгінгі хабарымыз, бүгінгі Назгүл екеуміздің әңгімеміз, бүгінгі әңгіме мотивациялық әңгіме. Мотивация. Бастарыңызды көтеріңіздер, дәл осындай баламен қалып отырмын, мен енді қалай өмір сүрем дейтін жалғызбасты әке болсын, жалғызбасты әйел болсын, әсіресе әйелдер. Міне, Құдай жеткереді. Ең бастысы адамның қолында. Назгүл, кітаппен ақ өсірдің, аудармамен ақ өсірдің. Мәтін шұқып жүріп, қазір тіл дегенде, қазақтың сауатты тілі деген кезде біз Назгүл Қожабектің Калькасыз қазақша деген каналын айтамыз, кітаптарын айтамыз, аудармаларын айтамыз. 2 күннің бірінде біз Назгүл осылай айтты дейді. Әуелі Назгүл менің қатемді көріп қоймасын деп қорқатын, үрейленетін адамдар қаншама Фейсбукқа жариялап алып жазғандарының бәрін. Сондықтан осының бәрін жасап отырған жалғыз басты ана, 3 баланы тәрбиелеп, оның кішкентай кеше ғана дүниеге келген шақалақ. Сондықтан ештеңеден қорықпаңыздар. Дүниеге келген балаңыздың несібесін тірі жүрген әкесі бермесе де, Алла тағала міндетті түрде береді. Рахмет, Назгүл. Бұндай Назгүлді сіздер әлі көрген жоқсыздар. Көп жағдайда Назгүл әріп жайлы айтады, тіл жайлы айтады, сөзді айтады. Ал бүгін біз әйел тағдырын көрдік. Сондықтан бүгін ажырасуды культ қылып отырған жоқпыз. Толық отбасы болсын, бірақ шын толық отбасы болсын. Мәні де, мағынасы да, бір-бірінің әні де, күйі де, тұрмысы да, білім деңгейі, санасы да бір парасат майданында, бір парасат биігінде жолыққан отбасы болса кәнекей. Бәріне сондай өмір тілейміз. Ал егер ондай болмай жатса, онда да еңсеңіз түспесін. Өмірде бәрі болады. Ақ қарадан ғана тұрмайды. Ажырасып та абыройлы болуға болады. Міне, ажырасып та абыройлы болуға болады. Оның ішінде мен өзімді де айтам. Өйткені ешкімде тағдырым осылай болсын деп таңдамайды. Тілемейді. Бірақ дәл солай болып жатса, сенің қолыңнан басқа жол келмейтін болып жатса, сенің бірге жүрген серігіңнің қолынан ондай келмейтін болып жатса, жалғыз жортамыз. Жалғыз жорту, баланы жалғыз аяқтандыру, оған адал наныңды тауып беру, адал болып жүру. Өмірге қонақ болып әдемі қалай келдік, әдемі кету, ол міндет, адам болып қалу. Сол үлгіні көрсетіп, ана болып, сол мәртебеге сай болып өмір сүруіміз керек. Рахмет. Рахмет сізге. Көп рахмет. Қымбатты оқырмандарым, көрермендерім, назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Роза Әшірбаева айтпақшы, Данапай қыштып алмайсыз ба, лайк қойыңыз деп шақырмайсыз ба деуші еді маған. Бұл әңгіменің өзі менің ойымша комментарий жазбаймын дейтін адамға ой қозғады деп есептеймін. Комментарийлер көп болады. Лайк басыңыздар. Өйткені біздің қоғамымызға сіздің қолдауыңыз, осындай әңгімені қолдау өте қажет. Ал менің арнамды қолдаған менің бас демеушім Бэрри Фаулер америкалық классикалық коучинг академиясының Қазақстан, Орталық Азия, Түркмения мен Біріккен Араб әмірліктеріндегі ресми уәкілдігі. Светлана Махатқа ерекше алғысымды білдіремін. Сен қалай деп айтар едің? Байы жоқ әйел бақытсыз ба?